Алла тағала аршының үстінде, және ол бүкіл сахабалар осылай айтты, 4 мазхабта да айтылған деген секілді жалған насихаты бар. Енді бұл барлық бұл сәләфилік тіпті асқынған радикалды такфирлік уағызшылардың айтатын ұғымы. Аллах субхану ва тааля возвысился над троном, как Аллах в Коране сказал. Аллах везде сказал своим нафсам, своим затам, это заблуждение. Тек Алла аспанда дегені, ол біздің үлкен ислам дінінің ахли сүнна вәл жамаа тіпті 4 мазхабтың өзіне де қайшы. Имам Байхақи деген үлкен ғалым Асмау Сифат деген кітабының 254-ші бетінде Саид ибн Жубайр және Абдулла ибн Аббас Курси, жаңағы Алланың аршы үстінде деп тұрған бұл күрсиді қойылған кезде ол оның ілімі, ол оның бүкіл ғаламды білуі деп жауап берген, және де ол күрсиді арш деп жауап берген ақпараттарда бар. Имам Малик деген үлкен Малики мазхабының ғалымы да бұл жерде аршының үстінде отырды деп айтуға, белгілі бір мекенге отырғызып қою ол болмайды. Бүкіл ғаламды жаратқан Алла. Сіз сол мекеннің үстінде отыр деп мекен берудің өзі бұл Алланы басқа сипаттармен сипаттап жіберуге келеді. А дегенің Алла, ол деген аспанда деген секілді балалардың өзіне түрлі заманауи тақпақ жолдармен, бұлар Алла тек аспанда, сондай жолдармен өздерінің ақидалық сенімдік жүйелерін жас бүлдіршіндерге осылай насихаттап үйретеді екен. Бұл тақырыптар теологиялық, ақидалық тұрғыдағы үлкен ауқымды тақырып. Мына видеосында бұны бүкіл сахабалар айтқан. Барлық 4 мазхаб имамы және Абу Ханифада, Маликте бәрі ішіне кіріп кетеді. Осының бәрі осылай айтқан деп қарапайым бір жай нәрсе секілді айтудың өзі бұл адамның қаншалықты сауатының төмендігін көрсетіп отыр. Абдулла Кастекскийдің айтып отқан сөзінің ешқандай дәлелсіз екендігін біз көреміз. Енді ары қарай қажетті болса, тереңірек кіру керек болса, бізде оған көп дәлел бар, ақпарат жеткілікті.